енді көңіл күй болатын болса, мен өзімнің атымнан бастап өзіме әртен жалғастырамын, иә? Мысалы үшін менің атым Малика. Малика мейірімді. Ибрахим, тұрамыз орнымызда. Мейрамбек мейірімді бол. Иә? Ибрахим иманды бол. Асылбек ақылды бол. Асылбек ақылды бол. Мен сендерге бүгінгі күндеріңе сабақты өтулеріңе сәттілік тілеймін, иә? Сабақты бастаймыз. Ал енді балалар, сабақты жалпы үй тапсырмасын үйге берілген тапсырмамен жалғастырамыз. Енді мына жерде күн шуағы әдісі деп аталады. Мына жерде үй тапсырмасына берілген сұрақтар бар. Сол сұрақтарға жауап береміз. Түсінікті ма? Бұл үй тапсырмасы. Ал енді қолымызды көтеріп, келіп, жауап берем деген оқушылар келеді. Одан кейін жаңа қолымызға маркер бар еді ғой, соны алып аламыз, мына жерге қойып қоя салайық, соны белгілеп кете береміз. Кім жауап бергенде. Ал Ақылбек бір сұрақты оқып жауап береміз. Тез, бір несіне. Уран өндіруден Қазақстан екінші орын. Уран өндіруден Қазақстан екінші орын. Екінші орында тұр. Дұрыс, иә. Тағы жауап береміз. Жылдам. Алтыбай. Бар өткен сабақ болды. Тез жауап береміз. Энергия көзі деген адамзатқа тіршілікке энергия алу үшін қажетті табиғи үдеріс. Дұрыс. Жасанды отындарды ата. Жасанды отындарға мысалы сулы ағаштар және Кокос. кокос және Білмейміз ба? Есіңізден шықты ма? Жарайды, басқаға. Кім жалғастырады? Болдық па? Жауап беретін ешкім жоқ па енді? Ал онда сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Жалпы балалар, мен сендерге сабақты бастамас бұрын бір сұрақ қойып өтейік, соған жауап беріп қояйын. Сұрақ сендерге. Машина жүріп бара жатыр, ұшақ ұшып бара жатыр. Қандай энергия? механикалық энергия. Қандай? Механикалық энергия. Шам жанып тұр. Үй жылытқыш. Қандай энергия? Жылу энергиясы. Жылу энергиясы. Жалпы балдар, экспо туралы мәліметтер білеміз ба? Біраз шамалы білеміз, иә? Ал енді осы экспо туралы бір сұрақ қояйыншы мен сіздерге. Экспо, яғни тақырыбы қашан, қай жерде өткізілді? Иә, Экспо 2017 тақырыбы 10 маусымнан 10 қыркүйекке дейін өткізілді. Оның тақырыбы болашақ энергиясы. Болашақтың энергиясы. Жалпы балалар, бүгін бізде энергия, яғни сабағымыздың түрі энергия көздері менен түрлері деп аталады. Енді сабақта бастамас бұрын мына видеоны көріп өтіңдер.
енді балалар мен видео тоқтатамын. Өйткені стопканы деп әлсіз деп аталады. Енді осы экспо бүгінгі сабағымыздың өзі энергия көздермен түрлері деп айтты. Осыған белсенді қатыса аламын деген көшбасшы оқушылар бар ма? Ал келе қойыңдар 3 оқушы бар екен, белсенді. Ал енді жалпы экспоның тақырыбын білеміз, болашақтың энергиясы. Ал мына жерде енді өздеріне топ түсіндіріп өтейін, өздерінің топтың мүшелерін өздерің таңдап аласыңдар. Бүгін бір әдістің түрі. Яғни мына жерде су энергиясы, күн энергиясы, жел энергиясы. Мына жерде бағаланатын мынау бағалау парағымыз және топ мүшелеріне беретін жетондар. Ал енді алып қалған су, жел және күн. Күн энергиясы мұны өзіміз таңдаймыз оқушыларды. Енді бүйтеміз балдар. Мына жерге қайсы топ болдың, Сабина? Жел энергиясына бөлінген оқушылар мына жаққа отырыңдаршы. Мынау Сабинаның үстіне отырыңдар. Жел энергиясы. Жылдам отырыңыз. Одан кейін екінші топқа. Камаля. Сен екінші топқа. Ал енді топқа бөлініп алды. Тапсырма жалғастырам балдар. Жалпы біздерде жаңағы табиғи отын, баламалы отын, не болмаса жаңағы жасанды отын деп жатырмыз. Осыған қарай мына жерде Вен диаграммасы бойынша тапсырма берілген. Баламалы энергия көздері мен табиғи отын. Осыны 3 топқа шыға берем, өзінің топ мүшелерімен бірлесе отырып, жылдар толтырып өтеді. Екінші. Мұнай газ көмір сатылады, арзан жөнделмесі. Сендер енді ортақ қасиетіңіз тек баламалысына баламалы энергия көздері. Баламалы энергия көздері су, жел, күн. Олар сарқымайды, жанында қымбат, әрі таза. Таза. Өте керемет балдар. Жақсы орындарында. Енді мына жерде мен тоқтатқаным жалпы экспо отырауыз. Экспоны неге көрсеттім сендерге? Жалпы энергияда, бұл да болашақтың энергиясы деп айтты. Бұл жерде барлығы энергияның көздерін, түрлерін қолданды. Бірақ оның барлығы қандай? Табиғи энергияны пайдалану арқасында осындай неге қастырылды. Экспо 2017 біздің ең бір мақтанып айтатын жеріміз біздің Қазақстан Республикасында Астана қаласында өтті. Жалпы ол жерде экспо көрмеге алып келген жаңа өздерінің ұсынған көрмесіне ұсынған дүниелердің барлығы қандай табиғи жолмен өндірілді. Енді мен сендерді қалай бөлу? Су, күн және жел. Осы үшеуінен де қандай табиғи энергия өндіруге болады екен. Тапсырмайын сендерге мына жерде тақтадамалар өздеріне тиісті суреттерді алып, содан маған түсіндіріп беріп айта қойсыңдар. Топбасшылар келе қойыңдар. Өздерің топтарына байланысымен аласыңдар. Байланыс болмаса алмайсыңдар. Тарату өзіне, одан кейін топ мүшелеріне тарату өзіне. Енді уақыт береміз балдар.
Енді ма? Енді бір топ дайын болса, барлығы дайын боламыз, иә балалар? Солай ма? Қайсы топ? Күн энергиясы. Күн энергиясын пайдаланудың өзіндік артықшылықтары мен қатар кемшіліктері де бар. Соған қарамастан күн энергиясына деген сұраныстар жыл сайын артып келеді. Әр елдің ғалымдары осы қосымша энергия түріне ерекше мән беріп, оны дамыту жолын Қандай деп айтамыз, иә? Мысалы үшін мынау үй ма? Иә? Біздер үйді тек қана отындармен емес, қандай күн сәулесі арқылы жылытуға да болады екенбіз. Бізге бірінші неміз осы күн сәулесі барлығына бірдей энергияны күн сәулесінен аламыз деп айтамыз. Біздің бірінші энергия алу үдерісіміз күн болады. Фотосинтез Қазақстанның климаттық жағдайы күн қуатын пайдалануға қолайлы. Ғалымдардың айтуынша, елімізде күн энергиясын өндіру мүмкіндігі жылына 2,5 миллиард киловатт сағат. Бұл отандық ғалымдардың жаңа жобалардағы жасауға жетелеп отыр. Мәселен, күн сәулесін жинайтын арнайы тақталар толық автоматтандырылған. Аталман тоқтаушылар ғимараттан шықпай-ақ күн сәулесін түсу бұрышын анықтап, оны компьютер арқылы басқаруға мүмкіндік береді. Ал өз кезегінде күн энергиясын қолдану, жылу мен жарықты қатар алуға мүмкіндік береді. Бұл арзан және әрі қолайлы. Енді қандай болады? Осы күн энергиясынан, күн энергиясы батымыз, біздің Жетісайда осы кім біледі? Күн энергиясы туралы осы энергия өндіріп жатыр ма? Күннен? Кім жоқ біледі? Қай жерде? Жетісайда, өзіміздің Жетісай қаламызда өндіріліп жатыр. Күннен жаңа не алатын, әсер алатын батарейкалар орнатылған ба? Олардың барлығы қандай? Келешекті ме? Бұл жерлерді тоқ сөйлемейсің. Ал жаңа үшінші топ. Жел энергиясы. Жел энергиясы кезінде адамдар ерте заманнан кемелерді қолдана бастаған. Және де кейіннен құлықта диірмендер пайда бола бастады. Диірмендер жел энергиясын өндірді. Және де асықтамаларды, ағаштарды кесті. Және де суларды жер бетіне шығарды. Және де одан басқа пайдалы істер атқарды. Жалғастырамыз. Жел энергиясының кемшіліктері. Ауа райына тән берді. Өте шулы, сондықтан түнде жұмыс істемейді. Әуе және радио байланысына кедергі келтіреді. Үлкен аумақтар қажет. Құстар мен жан жануарларға қауіп төндіреді. Артықшылықтары: шикізат қажет емес, ауаға зиянды газдар шығармайды. Бұл жел энергиясын алатын генератор. Бұның ішкі құрылыстары қалақшасы, қалақшаның бөлігі, жылдамдық қорапшасы, генераторның бөлігі, генератор алты датчик, айналдыру датчигі, айналдыру механизмі, электр энергиясын беру. Жарайды. Шикізатты сатып алу, шикізатты сатып алу, тасымалдаудың қоқыстарды шығару қажеті жоқ. Жарайды. Ал енді жалпы сіздерде энергия туралы қартадан шығарып, енді жерді тұрып алды. Бір бойымызды кездетіп алайық. Ал енді жалпы балдар біздер күн, жел және судан өндіретін энергияларды айтып жатырмыз. Өздерің айттыңдар. Қаншалықты мәлімет алынды мына кестені толтыру арқылы сендерден білетін боламыз. Күн
энергиясын түсінеді. Себеп су энергиясы. Жел энергияның артықшылықтары шикізатты сатып алу. Жел энергиясының кемшілігі үлкен аумақты қажет етеді. Үлкен аумақты қажет етеді. Жел энергиясының артықшылығы ластаушы қалдықтар жоқ. Ал енді кемшілігі? Орнатылуға пайда болатын шу адамның денсаулығына кері әсер етуі мүмкін. Энергияның берілуі бір қалыпты емес. Бір қалыпты емес, Оны да орнату не болады екен? Біз үшін қымбат болады екен. Болды ма? Жалпы ал енді келесі. су энергиясының артықшылығы сенімді энергия көзі. Кез келген уақытта энергия қуаты 30-80 процент. Сумен қамтамасыз ететін су тапқырлығы бөгейді. Су тасқыны бөгейді. Су энергиясын өндіретін құрылғыларды орнату қымбат. Екі, қоршаған ортаға кері әсер тигізеді. Бұл нешеді? Кемшілігі ереді. Көндіріп алда біздер энергияны қанша өндіру болатын болса да, оның кемшілігі мен артықшылықтарын біздер білуіміз керек екен. Біз үшін қайсысы қолайлы, не болмаса қайсысы қымбат екен. Ал енді балалар, топ басшыларға келсек. Жалпы топ басшының қызметі өзінің топ мүшелерін түгел берілген тапсырмаға қамту еді. Енді қайсы оқушы жақсы мүшелерін қамтылды, сол туралы өздерінің бағалау парақтарында айтып өтінеді. Ал бірінші күн энергиясы. Біздің топ 7 карточка жинады. Жетон жинады, Біздің топта барлығы жақсы қатысты. Әсіресе жұмыспен ниетті жақсы деп тұрмын. Жақсы қабылданады. Екінші топ. Біздің топ 9 жетон жинады. Біздер Кәусар мен Мариза жақсы қатысты. 9 жетон. Не сендерде?